Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен мен Даркмайзер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өз стратегиям жайлы айтатын боламын. Қазіргі өзім қолданатын, өзім торговать ететін және де бұл сабақтар бірнеше видеоға бөлінген. Сондықтан бүгінгі видеода мен бүгін ең бірінші структура рынка жайлы айтатын боламын, және де структура рынка қалайынан дұрыс қолдану керек екенімізді барлығын айтатын боламын. Ең бірінші структура рынка дегеніміз не екенін түсініп алу керекпіз. Бізде структура рынканың екі түрісі бар. Восходящий және нисходящий. Восходящий дегеніміз ол өсетін тренд, нисходящий дегеніміз түсетін тренд. Яғни сіздерге классический ең түсінікті қарапайым тілде айтсақ, неге қарап тұрғандарыңызда сол жақта бізде восходящий тренд, ал оң жағымызда бізде нисходящий тренд. Восходящий трендта бізде әрқашан higher high және higher low болады. Higher high деген точкаларымыз бізде мына жерден басталады. Яғни ең бірінші келесі higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low және higher high болады. Ал нисходящий трендта бізде lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low және тағы да сол секілді. Бұны ұмыт қалмас үшін сіздерге мына жерге жазып қояйын. Бізде восходящий трендта үстіңгі точкаларымыз, яғни коррекцияға дейінгі точкамыз higher high болады, және коррекциядан қайттан үстіге қарай трендті жалғастырушы движение бізде движениенің ең үсті higher high болады. Тура сол секілді коррекционный ең төменгі точкамыз higher low, үстіңгісі higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Келесі бізде нисходящий трендта тура сол секілді lower high, lower low, коррекционный движениенің ең үстіңгісі lower high және ең асты жаңа минимум lower low, коррекционный lower high, новый минимум lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Тура осы секілді сіздер структура рынканы ең қарапайым түрде жаттап алсаңыздар болады. Ендігі мәселе сіздерге бұны графикта нақты қалай орын алатынын көрсетем, себебі тура бұндай идеальный картина әрқашан бола бермейді. Мысалға келтіретін ең популярный, ең распространенный способ биткоиннің 2021 жылғы хайы. Яғни бұл жерде бізде мынандай движение болды. Үстіге өстік, одан кейін коррекционный движение. Үстіге өстік, коррекционный движение, үстіге өстік, коррекционный движение, үстіге өстік және төменге түстік. Тура осы жерде бізде восходящий трендпен және трендтің өзгеруі болды. Яғни нисходящий трендқа өзгеруі. Бұл жерде бізде, яғни байқасаңыздар, бізде мына жерде слом структуры болды. Слом структуры дегеніміз сіздерге бағанағыдай көрсеткенімдей восходящий трендтан басқа трендқа ауысуы. Восходящийдан нисходящийға немесе керісінше нисходящийдан восходящийға. Мына жерде слом тренда бізде қалай көрінеді? Мен сіздерге қысқаша айтып кетейін. Егер бізде баға восходящий тренд жүріп келе жатып, одан кейін higher low'дың төмен түсіп, үстіге коррекционный движение жасаса, бұл бізде с наибольшей вероятностью тренд өзгерді деген мағына. Яғни біз нисходящий трендқа түстік деген сөз. Ал оның подтверждениясын келесі low қойғаннан, яғни lower low қойғаннан түсіне аламыз. Осыдан кейін движение ары қарай төмен қарай кетеді деген прогноз жасай аламыз. Мына жерде тура болғандағыдай бізде движение төмен, үстіге восходящий трендпен келе жатты, слом структуры, одан кейін биткоин төмен құлады. Тағы бір мәселе, біз higher high және higher low'ды қалай анықтаймыз? Ең үстіңгі максимум мен коррекционный движениенің ең астыңғы нүктелері бізде higher high, higher low немесе lower high, lower low болып саналады. Яғни мына жерде трейдинг вьюда магнитті алып, мынандай shift'ті басып тұрып, осындай сызамыз. Осы сызықтың үстінде теломен полностью закрепление жасасақ, онда бізде тренд әлі жалғасады деген сөз. Яғни бізде әлі восходящий тренд. Бұл жерде егер де баға мына higher low'дан төмен түсіп кетпесе, онда бізде әлі восходящий тренд деген сөз. Осыдан кейін бізде
ең үстіңгі максимум бізде мынау. Бізде максимум қойылды. Ең төменгі түскен коррекционный движениенің ең төменгі нүктесі бізде осы higher low болып саналады. Біз мына жерде тағы да бізде полный закрепление болды. Свеча теласымен. Осы жер бізде уже келесі біздің higher high болып саналады. Одан кейін төменгі нүктеміз міне мына жерде higher low. Осы higher low'ды мына higher high жасап, слом структура жасады. Осыдан кейін коррекционный движение, яғни бұның ең үстіңгі точкасы, егер мен дұрыс көріп тұрсам, ең үстіңгі точкасы lower high. Осыдан кейін бізде движение тағы да мына lower high'ды бұзып, бізде полный нисходящий трендті анықтады. Яғни бұл жерде тағы да трендтің жалғасатын білу үшін, яғни ары қарай прогноз өседі деген восходящий тренд жалғасады десек, онда бізде баға мына жерді басып сусындыру керек еді. Ендігі мәселе структура рынка жайлы біраз ақпарат білесіздер, рыноктың қалай қозғалатынын және бағаның қандай бағытта қозғалатынын сіздер уже базово түсіне аласыздар. Келесі мен сіздерге өзім қалай қолданатынымды көрсетейін. Яғни бұл өте қарапайым түрі. Бізде биткоинда қазір қарасақ нисходящее движение. Мінекей. Осыдан кейін бізде мына хайды бұзған мына точка, яғни бізде уже тренд восходящийға өзгерді деген сөз. Ендігі мен күтетінім движением осылай барып коррекционный движение. Немесе басқа да подтвержденияларды күтем. Менің білуі, бұл жерде қазір биткоиннің бағасы восходящий трендқа ауысты. Яғни мен кішірек таймфреймдардан коррекционный движенияларға баратын точкаларды іздеп, сол жерден точка входа іздеймін. Келесі бізде мен кішірек таймфреймдарға өтем, 4 сағаттық. Бұл таймфреймда бізде қандай структура, қандай тренд болып жатыр. Мына жерден бастап қарасақ, яғни бұл дневной таймфреймнен мен санасақ та, бізде әлі де восходящий движение. Себебі бізде структура әлі де подтверждение жасап, мінекей мына жерден әлі де жоғарыға өсіп келе жатыр. Оған қоса біздің lower high'ымыз әлі закрепление болған жоқ, яғни бұл жаққа әлі түскен жоқпыз. Сол үшін бізде бұл әлі восходящий тренд болып саналады. Мен үлкен таймфреймдерде восходящий тренд болғанын түсіндім, көрдім. Одан әрі кішірек таймфреймдарға өте беремін, яғни өзіме ыңғайлы көретін таймфреймдарым. Мен көретінім дневной 4 сағаттық және 1 сағаттық, 2 сағаттық кейбір кезде қолданамын. Одан төменгілері 15, 5 және 1 минут. Қалғандарын тек керек кезде ғана для уточнения қолданамын. Мінекей қарасаңыздар, байқасаңыздар, бізде мына жерде тренд подтверждение болды. Яғни мен осы жерден лонгқа позиция қарастырамын. Позиция мен тек коррекционный движениеда, яғни төмен қарай түскен кезде өзімнің точка входаларымды іздей бастаймын. Яғни бұл жерде кішігірім айта кетейін. Мына жерде бізде ликвидность деген зат болған. Баға ликвидность шешті, яғни мен бұл жерден коррекционный движение күттім. Бізде баға бұдан кішірек таймфреймдарға өткен кезде мына жерде байқасаңыздар, мынаны кішкене алып тастайын, бізге шат етпеу үшін. Мына жерде баға бізде төмен түсті, үстіге шықты, төмен, және де осы точканы бізде пробитие болды. Бұл жерде бізде малый структурада бізде слом болды, яғни бұл жерде бізде уже нисходящий тренд, нисходящая структура басталды деген сөз. Ал полный біздің осы малый структурада толығымен нисходящий структураға өтетініміз болса, онда мінекей мына жерде ликвидностьпен қоса осы точкада бізде слом структуры болады, яғни осы жерден бізде подтверждение болса, онда бізде точка входа төменге қарай кіші таймфреймдерден іздесек болады. Яғни мен бұл кезде мен не істедім? Ең алғашында осы точканы күттім, реакция күттім және подтверждение күттім. Оған қоса мен маркет сайферді де қолдандым, яғни ол жерде
дополнительно өзінің инструменттары болады. Осы бойынша мен сделкаға кірдім. Яғни мен мына жерден ликвидность алынғанын көрдім. Бізде касание болды, реакция бар, және де бізде ликвидность шешкен кезде маркет сайферда тройная дивергенция болды. Осыдан кейін үстіге қарай мына ликвидностьқа дейін мен лонг позиция аштым. Лонг позицияны мен кішкентай таймфреймдардан слом структуры болған кезде мен осы жерден аштым. Және оған қоса мына жерде маркет сайфер стратегиясымен сигналдар болды. Осы сигналмен мен мына жерден лонг ашып, ликвидностьқа дейін позицияны ұстадым. Менде точка входа осы жерден болды. Яғни мына жердің жанында. Стопты строго трендтің ең астына. Және де ликвидностьқа дейін. Себебі бұл жерде тағы да сіздерге айтарым, мен қолданатын инструменттарымның бірі Fibonacci, және осы Fibonacci'дің 618 және 786 зоналарда менде ликвидность болды, және осы зонадан мен точка входа іздеймін. Осы кезде мен осы ликвидностьтің ең үстіне дейін тарттым, және де бізде осындай сделка шықты. Келесі, тура осылайша мен рыноктың малый структурада бізде нисходящий трендта екенін біліп, осы ликвидностьті шешкен кездегі реакцияға бақылап қарадым. Бұл жерде маркет сайфермен ашып қарасақ, бізде импульсный движениялармен, яғни манипуляциялармен бізде ликвидность шешілді. Оған қоса бізде дивергенция, яғни бұл өте позицияға кіруге өте қатты сигнал болды. Яғни позицияны мына жерден ашып, стоп-лосс үстіге, яғни немесе мұнан 786-ның үстіне, немесе осының астына алсаңыздар да болады. Өздеріңіздің риск менеджменттарыңызға байланысты стоп-лоссты осылайша екі түрмен алса да болады. Осылайша алып, ең бірінші ликвидностьтарға дейін тартсаңыздар болады. Ликвидностьтер әрқашан от ликвидности к ликвидности қозғалады. Мінекей мына жерде тартып қарасақ, бізде такс осылай сделка болған. Осы ликвидность шешкен кезде take profit ала аласыздар. Оған қоса оға дейінде бізде мына жерде ликвидностьтер болған. Яғни осы минимумдармен сіздер осы жерлерде де өзіңіздің позицияңызды орындалып жатқан кез, яғни позицияны менеджмент дейді. Позицияны дұрыс бақылап, дұрыс қозғалта білу, яғни дұрыс управлять ете білу, ол да маңызды кездердің бірі. Осы ликвидностьтарға жақындаған кезде, немесе импульсивный движение болған кездерде, осындай кездерде сіздер әрқашан позицияларыңызды по частям фиксировать ету керексіздер. Как минимум 2-ге жеткен кезде, немесе кез келген бір зонаға, келесі сабақтарда түсіндірем, зоналарға, ликвидностьтарға, Fibonacci тағы да басқа да біздің анализ жасағандағы біздің ең бірінші зоналарымыз келген кезде, кішкентай да болсын, сіздер әрқашан позицияларыңызды какой-то часть фиксировать ету керексіздер. Осы жерде айтып кетерім, келесі сабақтарда айтатын боламын, мен әрқашан өзім позициямның 50%-ын фиксировать етемін. Бұл әрқашан мені полностью сделкада прибыльмен қалуымды қамтамасыз етеді. Яғни ол бізде уже без убытыққа қою, ең бірінші фиксациядан кейін мен сделкамды алып, без убытыққа қойып тастаймын. Яғни кірген точкама стоп-лосс қоямын. Келесі бізде тағы да енді бұл более кішкентай сделкалардың бірі, кішкене скальпинг десе де болады. Яғни өте кішкентай, мен бұндай сделкаларды көбінесе торговать етпеймін, бірақ кеше көргенімде, яғни мен полностью мына жерде слом структуры көрдім кішкентай таймфреймдарда. Бізде кішкентай таймфреймдарда нисходящая структура, сондықтан мен алып мына жерден точка входа іздей бастадым. Яғни ең алғашқы менің зонам мына жерде мына ликвидность болды. Оған қоса мына жерде бізде имбаланс деген бізде инструмент болған. Яғни бағаның гэп десе де болады, неэффективность десе болады. Осыдан алып, осы жерден ең төменгі, яғни бізден ең бірінші көп жиналған ликвидностьқа дейінгі зоналарды мен алғым келді. Осы жаққа дейін сделканы тартқым келді. Яғни бұны мен тағы да қайдан көрдім десеңіздер, тағы да басқа да инструменттер бар. Яғни
CoinGlass, тағы да CoinAlyze деген секілді инструменттер бар. Сол инструменттер арқылы қай жерде ең көп ликвидация және де қазіргі рынокта не болып жатқанын көруге болады. Мен бұл жерде не істедім? Мен бағаның слом структура болғанын көрдім. Тағы да қайталап айтамын, исходящий тренд. Енді мен үстіңгі жақтан коррекционный движениеден енді кері төмен қарай түсетін сделка іздеймін. Бұл жерде мен не істеймін? Мына ликвидностьтен реакция күтемін. Осы жерде байқасаңыздар, бізде баға ақырындап төмен қарай түсіп келді. Мына жерден қайтадан өте кішірек таймфреймдердің восходящий структураға өтіп, мына жерден бізде ликвидностьтарды шешті. Яғни бұл жерде бізде тоже өте тез, быстрый, импульсивный движениялар болған. Графиктің бағаның реакциясын қарап, мына жерде мен позицияға кірдім. Яғни бізде баға өсіп жатты, ликвидность имбалансқа келді, ликвидность шешті. Одан қоса бізде маркет сайферда төмен қарай бағытталған дивергенция пайда болды. Мен осы жерде позицияны, яғни уверенность, яғни более рисково аштым. Яғни мына жерден осылайша стопты қойып, агрессивно мына жаққа дейін тарттым. Яғни менің тейкім негізі ең астыңғы мына зонаға дейін емес. Мына жерде мен позициямды жаба салдым. Осы жерде бізде бірнеше точка входа түрлері бар. Ең біріншісі осы жерден бізде закрепление, осындай реакциядан кейін көрсеңіздер, осылай точка входа жасауға болады. Немесе келесісі, мына жерден баға импульсивно кіріп жатқан кезде маркетпен кіруге де болады. Жерде маркетпен кіріп, яғни 1.43, яғни аз, бұл жерде енді как минимум осы жаққа дейін негізінен ұстау керек болатын еді. Бүгінгі сабақта мен сіздерге рыночный структураны түсіндірдім, оны қалай дұрыс определять ету керек екеніміз және қалай подтверждение болатын, қай кезде қандай подтверждение, қалайша біз оны анықтайтынымызды сіздерге түсіндірдім. Келесі сабақтарда сіздерге басқаша бағанаға айтып кеткенімдей, барлық маркет сайфер басқа да болсын инструменттарды сіздерге түсіндіретін боламын. Келесі сабақта көріскенше.